Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін самса пісіреміз. Алдымен ұнымызға жылы тұзды суымызды құйып, нан илеп аламыз. Иленген қамырымызды 10-15 минут тұндырып қоямыз да, осылай екіге бөліп, жұқалап жайып, бетіне сармай жағып шығамыз. Содан кейін жұқалап ораймыз. Орағаннан кейін улитка ретінде домалақтап аламыз да, оны 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 1 сағатқа мұздатқышқа да салып қоюға болады. Негізі 1 күн тоңазытқышқа тұрғаны жақсы, майы сіңіп, қамырымыз күшті болып шығады. Осы аралықта фаршымызға пиязымызды, асқабағымызды, тұз бұрышымызды салып араластырып аламыз. Нанымыз дайын болғаннан кейін осылай кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды бөлшектеп алғаннан кейін қалғандарын тоңазытқышқа сақтап, тек керегін алып, самсамызды жасап аламыз. Осылай мен 3 бұрышты формада түйдім. Бетіне жұмыртқаның сарысына азғантай сүт құйып, жағып шығамыз да 150 градус қызып тұрған пеште жарты сағат пісіріп аламыз. Әдемі самсамыз дайын болып шықты. Дәмі өте керемет болып шықты. Арнама тіркеліп, маған лайк басып, мені қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.